Күн райының күрт өзгеруі, нөсер жаңбыр мен аптап ыстық күнделікті өмірімізде жиі кездесетін құбылыс. Біз ауа райы болжамын күн сайын тыңдағанымызбен, сол қысқа мәліметтің артында күрделі есептеу, заманауи технология және Қазгидромет мамандарының тынымсыз еңбегі жатқанын көбіне ескере бермейміз. Табиғат мінезін дәл болжау қалай жүзеге асады? Осы сауалдың жауабын тілшіміз іздеп көрді. Аспан әлемін барлау және секунд сайынғы өзгерісті қалт жібермеу Жамбыл облыстық Қазгидромет филиалының күнделікті жұмысының негізгі бөлігі. Мұндағы жұмыс тоқтаусыз жүргізіледі. Себебі өңір аумағында 21 метеорологиялық станция, 13 стационарлық және 8 автоматтандырылған бақылау құрылысы бар. Осы нүктелерден жиналған барлық деректер әр 3 сағат сайын Астанадағы орталық кеңсеге жіберіліп отырады. Атмосфераны радиозондтау және спутникті бақылау нәтижесінде синоптикалық карталар жасалады. Сонымен қатар халықаралық деңгейде де ақпарат алмасу жүйесі жолға қойылған. Халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырылуда бізде Өзбекстан мен Ресейден рейтинг болжамды карталары да келеді. Сол бойынша да жаңағы ауа райы болжауға біз қолданамыз карталарды. Жалпы сондықтан да осы деректерді жаңағы пайдалана отырып, негізі машина автоматтандырылған карталар келгенмен адамның өзі, жаңағы синоптиктің өзінің білімімен, тәжірибесімен ауа райына болжам жасайды. Осылайша заманауи технологиялар мен халықаралық деректерге сүйенгенімен ауа райын болжауда соңғы шешім әрдайым маманның тәжірибесі мен сараптауына байланысты. Жамбыл өңірінде алдағы күндері ауа райы тұрақсыз болғанымен аса қауіпті метео жағдайлар күтілмейді. Синоптиктер тұрғындарға ауа райының құбылмалы сипатын ескертіп, сақтық шараларын ұстануға кеңес береді. Мөлдір Аманбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.